Сайрамбек Султанбекұлы, қайырлы күн. Бүгін өзіңізбен еліміздегі автожолдар туралы сұхбат құрсақ. Алғашқы сұрағым, республикалық маңызға ие жолдарда бүгінгі дейін қандай жұмыстар атқарылды? Біздің Қазақстан елімізде автомобиль жолдарының басталғаны бұл 2006 жылы. 2006 жылы өзіңіз білесіз, бірінші автобан Астана-Щучинск құрылысы басталды. 2006 жылы. 2009 жылдары бұл аяқталды. 2009 жылы бізде екінші басталған бұл жаңағы Батыс Европа, Батыс Қытай. Бұл аумақты үлкен, ұзындығы 2700 км шақырымды құрайтын. Қазақстан аумағын өтеді, 2700 шақырым. Бұл Қытай Халық Республикасынан басталады. 3000 шақырымнан артық ұзындығы. Одан 2700 шақырым Қазақстанмен өтеді. Ары қарай Россияға, Санкт-Петербургқа дейін 2000 км тоже шақырымдағы. Барлық қосқанда 8000 шақырымды құрайды. Ал қазіргі уақытта Нұрлы жол бағдарламасы бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр? 4000 шақырым жолда бізде қазір бүгін қайта жаңарту жұмыстары. 4000 шақырым республикалық жолда. Республикалық жолда. Соның 879 шақырымы бұл біздің жаңағы орталық оңтүстік. Орталық оңтүстік участок бұл жеке жоба саналады. Жеке жобада Қарағандыдан Балқашқа дейін. Басталады. Балқаштан Бұрылбайтал, Бұрылбайталдан Күртөге дейін. Бүгінгі күнде 14 асфальтобетонный завод жұмыс істеп тұр. Осы участок. Осы участок 879 шақырымда. 21 дробильный сортировочный установка дейміз. Сол жұмыс жасап тұр. Бүгінгі күнде 2000-ға таяу 1670 техника жұмыс істеп тұр. Және 4000-ға таяу адам бұл жерде қызмет жасап жатыр жол бойында. Бұл жоба өзі қашан басталып еді? Қашан аяқталып пайдалануға беріледі? 2019 жылы басталды. 2021-2022 жылдары жаңағы договор бойынша жаңағы аяқталды. 22 жылы. 21-22. Кейбір объектілер бар 21 жылда аяқталды, кейбір учаскелер бар 22 жылы аяқталады. Ал енді ол жерде жұмыс істеп жатқан компаниялар бізде Казгерстрой компаниясы Қазақстанның, компания Ситик Қытай Халық Республикасының, компания Синохайдра Қытай Халық Республикасының, компания Колин СМС деген бұл шетелдік компания. Одан кейін бізде Аккорд деген Азербайжанның компаниясы. Осы компаниялар бізде қазір бүгінгі күнде сол жолдарда салып жатыр. Компания Тадини. Бұл мердігерлер. Сайрамбек Султанбекұлы, бұл енді биылғы жыл өзі қиын болды ғой, мына коронавирус инфекциясына байланысты пандемия болды. Жолға қатысты осы жоспарға сай келіп жатыр ма, жоқ әлде белгілі бір деңгейлерде кешігулер, түзетулер болып жатыр ма? Жоқ, кешігу жоқ бүгінгі күнде. Былайша айтқан кезде біз 21-22 жылы аяқтауымыз керек қой. Сондықтан бүгінгі күнде біз жұмыстардың уже 50%-нан артығын бүгінгі күнде орындап қойдық, асып кеттік. Бүгінгі күнде біз жылдың аяғына дейін, осы жылдың аяғына дейін Қарағанды мен Балқаштың ортасында жаңағы асфальт жолмен үстімен жүргізуге жоспарлап отырмыз. Яғни толық бітіп, асфальтын төсеп, ашасыздар ғой, солай ма? Толығымен болғанда бұл 360 шақырым, бұл толық дегенге келмей керек. Асфальт жолдың өзі 3 қабатты жол. Сондықтан біз асфальт салып, үстін қозғалысты ұйымдастырамыз. Ал келесі жылы, мысалы 21 жыл, үстінгі қабатты асфальты бар, шыма деген, соны аяқтап, жаңағы бүкіл знагы бар, жолдың бойындағы жұмыстары бар, соны толығымен аяқтап, бәрін бірге бітіріп, 21 жылы аяқтауымыз керек. Бұл енді жаңағы ауа райы климаттық жағдайларға байланысты ғой, иә? Өзіңіз білесіз, қазір бізде коронавирус болды, 2 айда ауырлық болды, тоқтап қалған кездер, жұмыстар тоқтап қалған кездер болды. Сол кезде жаңағы ауа райлары бар, жаңбырлы күндер жұмыс істемейміз. Сондай жағдайлар бар арасында. Былай жұмыстың қарқынды жұмыс істеп жатыр. Бұндай қарқын біздің мысалы жылына 4000 шақырымды ауқымды жаңағы жұмыспен қамтылып, оның ішінде біз 2600 километрге жол қозғалысын ашамыз деген болып көрген жоқ. Өйткені бізде ең көп болғанда 1000 шақырымды қамтитынбыз. 500 шақырымдайды жол қозғалысын қамтамасыз ететін жылына. Сонымен салыстырған кезде бізде қамтығанның өзі 4 есе, ал жол қозғалысын ашудың өзі бізге 5 есе үлкен аумақты болып тұр да. Ал еліміздің оңтүстік шығысындағы Талдықорған Өскемен бағытындағы автожолда қазір қандай жұмыстар істелініп жатыр? Талдықорған Өскемен автомобиль жолы бұл ұзындығы 768 шақырым құрайды. 2019 жылы жұмыстар басталған. Былтыр басталған. Бұнда да бізде 22 жыл аяқтау керек. 2022 жыл. Біз биыл жол қозғалысын ұйымдастырып, келесі жылы аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Қазір белгілі бір участоктері бітіп, қозғалыс ашылған жерлері бар ма? Қанша километрінде? 768-дің бүгін 400 шақырымында біз жаңағы верхний слой основания, нижний слой покрытия деген асфальтты салынған жерлер бар бізде. 400 шақырымға таяу.
сол жолдармен қазір біз жол қозғалысы ұйымдастырылып жүріп жатыр. Асфальттың үстінде. Ал қалған 300 шақырымнан артығы бізде ол жолдарда қазір асфальт салынып жатыр. Бізде енді күн жылы болып тұрса, октябрь айына дейін біз талай шақырымды үлгеріп салып кетеміз деген өзіміздің ойымыз бар. Талдықорған Өскемен жолында 21 асфальт бетонный завод 21 жұмыс істеп тұр. Енді ол жерде 3 мердігер жұмыс істейді. Ол компания Тадини, Централ Азия, Қазақстанның компаниясы, компания Кадорстрой, Қазақстанның компаниясы, Қытай Халық Республикасының Силик деген компаниясы. 3 мердігер осы 768 шақырымда жұмыс жасап жатыр. Бұл учаскедегі жұмыстар кестеге сай жүргізіліп жатыр ма? Бұл кестеден біз мысалы бізде график производство және жұмыс кестесі бар ғой. Жұмыс кестесін біз артығымен келе жатырмыз. Өзіңіз білесіз, соңғы жылдары Алакөлге барып демалатындардың саны көбейіп келеді. Және солардың көпшілігі Шипалы көлге барып қайтудың азабы жөнінде айтып жатады. Бұған не дейсіз? Жол салып жатқан жолдарымыздың бәрі былайша айтқан кезде туризмді жоғарылатуға, туризмді көтергенге үлкен себепті. Әрине, барып қайтқан адамдардың барлығына ыңғайлы. Сондықтан жолдың бәрі қазір салынғаннан кейін туризм бізде өте дамиды. Туризмнің еңсесі көтеріледі, өйткені жолдың қиындығынан көп туристер жете алмайтын жағдайлар бар енді ол. Алакөлдің екі жағы бар. Шығыс Қазақстан облысы жағы бар, және Алматы облысы жағы бар. Шығыс Қазақстан облысы жағынан біз жаңағы жолдың бәрін ретке келтірдік. Қазір жол жақта жол жақсы. Ол жақта жақсы. Яғни Семей жақта, не? Таскескен Бақты деген жолымыз бар. Сол жолмен барады. Талдықорған Өскемен жолын қазір аяқтап жатырмыз. Талдықорған Таскескен деген жерден бұрылатын бізге Бақтыға дейін жол бар. 184 шақырым. Оның 20 ғана шақырымы қалды, қазір аяқтап жатыр. Толығымен реконструкция жүргізілген. Бұл жаңағы Алакөлдің Шығыс Қазақстан облысы жағы. Ал мына Үшарал достығымыз бұл Алматы облысы жағы. Алакөлде. Бұның ұзындығы бізде 184 шақырым. Оны бүгінгі күнде 60 шақырымын биыл жаңағы жол қозғалысын ұйымдастырып, асфальт салып, біз жол қозғалысын ұйымдастырамыз 60 шақырым. Онда Кран деген компания жұмыс істеп жатыр. Ары қарай 60 шақырымнан жаңағы аяғына дейін 184-ке келген. Ол жаңағы біздің АБК деген компаниямыз, BI Group компаниясы, ол кісі жұмыс істеп жатыр. Олар тек қана конкурс жаңа ұтып алды. 20-шы жыл, 19-шы жылдың аяғында. Биылғы қазір мобилизация жасап, биыл жұмыстарын бастап жатыр. А келесі жылы ол кісілер аяқтайды ол жұмыстарын. Тағы бір маңызды жоба Бурыл-Байтал Шу Меркі бағытындағы жол. Бұл бағытта қазір қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бұл жерде енді жаңағы Мерке Шу Бурыл-Байтал ұзындығы 270 шақырымды құрайды. Бұл жолда Шуға дейін бірінші категориялық 4 жолақты жол. Меркіден Шуға дейін? Да, Меркеден Шуға. Шудан Бурыл-Байталға дейін екінші категориялық 2 жолақты жол. 2 жолақты. Бүгінгі күнде жаңағы АБК және компания Синсин 2 компания жұмыс істеп жатыр. Біреу қазақстандық, біреу Қытай Халық Республикасының компаниялар. 2 компанияның да мобилизациясы бәрі жақсы, заводтарын қойды, ауқымды жұмыс істеп жатыр. Бірақ біздің қазақстандық компанияның мықтылығы жоғары. Өйткені Қытай Халық Республикасының жаңағы коронавирусқа байланысты Қытайдан специалисттер келді. Мамандар, сондықтан ол қазақстандық компания, қазақстандықтар специалистерді алып жұмыс істеп, олармен біте қайнасқаннан кейін кішкене уақыт керек. Сол жағы да бар. Және асфальт заводтарының специалисттері бәрі өздері соған үйренген. Ал Қытайдан келмей қалды да, оны бірақ қазір рұқсат беріп әкеліп орналастырып жұмыс істеп жатыр. Бірақ сондай бір жағдайлар бар, бірақ жұмыстар жүргізіліп жатыр. Кестеден кешігу бар ма сәл? Кестеден кешігу жоқ бүгінгі. Кесте бойынша жүргізіліп жатыр. Бірақ біз жылдың аяғына дейін жол қозғалысын ашамыз деген өзіміздің алдымызда жоспар ғой біздің. Еліміздің мына батыс өңірінде де республикалық маңызы бар жолдар салынып жатқанын білеміз. Сол учаскелердегі жұмыстар жөнінде айтып беріңізші. Бірінші Ақтөбе Атырау жолын айтып кетсек. Ақтөбе мен Атыраудың ортасында бізде Ақтөбеден Қандағаш деген жер бар. Ауданы бар, Ол жерде 89 шақырым. Ол жерде қазір конкурстық жұмыстар жүріп жатыр. Қазір конкурста мердігер шешіледі. Сол мердігермен жаңағы договор отырылады, ары қарай жұмыс басталады деген сөз. Сол Ақтөбе Қандағаш. Ақтөбе Қандағаш 89 шақырым. Ал Қандағаштан ары қарай бізде Қандағаштан Мақатқа дейін толығымен бізде 7 участок бар. Ол 7 участок бәрінде жұмыс жүріп жатыр. Оның бәрін биыл жол қозғалысын, жаңағы асфальт салып жол қозғалысын ашамыз. Және 7 участоктың бәрінде. Биыл ашасыздар? Биыл ашамыз. Келесі жылы аяқтаймыз. Жақсы. Ол жоспарлап отырмыз. Ал
егер Атырау мен Астраханьды алсақ, Атыраудан ары қарай Астраханьға Россия Федерациясына жол бар. Оның ұзындығы бізде 270 километр. Соның бізде қазір бүгінгі күнде 60 километрінде былтыр басталған. Дәл шекара жағынан 60 шақырым. Ресей жағынан. 60 шақырымын біз бүгінгі күнде биыл жол қозғалысын ашып, биыл келесі жылы аяқтаймыз. Ал бер жағындағы 210 шақырымында бұл жерде тек қана конкурстық жұмыстар тек қана осы былтыр күзде ғана аяқталған. Және мобилизация жұмыстарын, дайындық жұмыстарын биыл жасап жатыр. Келесі жыл жол қозғалысын ашады 2021 жыл, 2022 жыл толық аяқтайды. Аяқталу мерзімі қашан? Аяқталуы жаңағы Атырау Астрахань толығымен 22 жыл аяқталады. Ал Мақатқа дейін ол келесі жыл. Жол салынып жатқаннан кейін бұл жолды айналып өтеді. Айналып өткеннен кейін ол жаңағы асфальт жол емес, жаңағыдай топырақ жол болғаннан кейін ыңғайсыздық жағдай туғызады. Әрине, кез келген тақтайдай жолмен жүргенді жақсы көреді ғой бәрі, дей тұрғанмен. Сондай болғаннан кейін өкпені ас туады. Осылай неге жасамай, тезірек жасаса екен деп. Бірақ оның бәріне біз тырысып жатыр. Бірақ мынандай үлкен жұмыстарды жасау, оны бір жылда жасай салу мүмкін емес. Ол жол тәжірибесі бізде 3 жыл, 4 жыл, 5 жылға дейін салатындар проекттер бар. Ол өзінің технологиясы бар. Кейбір жерлерде бар, мысалы жаңағы топырақ үйіндісін, егер 3 метрден асып кетсе, оны топырақ төгіп қойып, 1 жыл бойы ештеңе салмау керек. Ол 1 жыл жату керек. 1 жылдан кейін ғана барып оның үстінен және басқа жол жабындыларын саламыз. Жаңағы ПГС бар, ШПС бар, асфальт бар, ол бөлек. Соның өзінде сондай сол 1 жыл бойы жатпайынша оның үстіне ол ештеңе салмауымыз керек. Ондай жерлер де бар. Оның бәрін сақтайды ғой кейбір. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз оның бәрін аттап кете алмаймыз. Сондықтан біз түсінеміз бәрін. Өзіміз де жолаушымыз, біз де сол жолмен жүреміз. Біз де сол объездной жолмен жүріп, жолдың жасалынып жатқанын қадағалаймыз, барамыз, жүреміз, сол жолмен жүреміз біз де. Бәрін түсінеміз оның бәрін. Сондықтан бұл енді осындай ыңғайсыздық бар. Ол жағынан әрине кешірім сұраймыз. Но болашақта сол жол салынып, мысалы біз қай жолды жаңа жол салған бәрін өкпені аз болды. Осы қашан бітіреді? Талдықорған мен Алматының ортасын айтсаңыз, 270 шақырым. Сол объезден жүрген кезде елдің бәрі өкпені аз, қашан бітеді? Қазір Құдайға шүкір жол деген игілігін көріп жатыр. Игілігін халық көріп жатыр. Қуанышпен жүреді, қысылмай, қымтырылмай. Сондықтан өте жақсы. Мына үлкен ауқымды жұмыстар жасалынған кезде әрине қолайсыздықтар болатындығы түсінікті. Оның ішінде мына жол салу кезінде көлік жүргізушілер үшін жұмыс тым баяу жүріп жатқандай көрінеді. Бұған не дейсіз? Әрине, мына жол салынғаннан кейін бұл жолды қайтадан жаңарту, бұл реконструкция жұмыстары бұл 3 жылға дейін созылады. 3 жылға дейін. Өйткені біздің жолдың жаңағы жол сметалық құжаттамасы бар. Оны біз госэкспертизадан өтеміз. Соның өзіне өзі уақыт береді бізге. 3 жыл, 4 жыл уақыт береді. Өйткені ол жерде бәрі уақыттар саналады. Ол технология бойынша соның бәрі бірінші ол жолдың бәрін толығымен алып тастаймыз бірінші. Одан кейін жаңағы топырақ үйіндісі дейді, земполотно, сол салынады. Одан кейін дорожная одежда, жол жабындысы салынады. Оның үстінен жаңағы ең негізінде жаңағы асфальтымыз бәрі салынып, аяқталғанша өзі сол жұмыстардың бәріне бізге 3 жыл уақыт кетеді. Өйткені бұл жұмыстардың бәрі аумағы үлкен. Мысалы, кейбір жерлерде учаскелер бар, 40 километр, 50 километр бір участке. Кейбір учаскелерде 2 миллион кубқа дейін жаңағы жол, мысалы, земляные работы дейді, сол топырақпен тасымалдайды, сол алады. Соның бәрі үлкен объемдар, үлкен жұмыстар. Соның бәрін жасау оңай емес. Өйткені оны әкеп төге салмайды оны. Оны бірінші дайындайды, оны әкеліп төгеді. Ол төккеннен кейін ол 30 сантиметр ғана төгеді. 30 сантиметр сайын оны укатка жасайды. Ол мысалы жаңағы земполотно дейміз, ол жол үйіндісінің биіктігі мысалы 3 метр болса, ол 10 қабаттан тұрады. Әр 30 сантиметр сайын жаңағы топырақ салынады. Оның үстіне катокпен жаңағы автоградированы реттеп түзулейді. Оның үстіне каток жаңағыны қатайтып шығады. Соны служба инженерия тексереді айтады, ары қарай екінші слой сал дейді. Сол сияқты 10 слой тек қана земляный работаның өзінде 10 слойға дейін салатын жерлер бар. Одан да асып кететін жерлер. Ал оның ар жағында бізде жаңағы тас топырақты саламыз. ПГС дейді. Песчаный гравийный смесь. Оның жаңағы қалыңдығы кейбір жерде 20 сантиметр, кейбір жерде 30 сантиметр әртүрлі. Оның үстіне щебеночный песчаный смесь дейді. Щебень қосылған тас. Ол салынады. Оның да кейбір жерлерде әртүрлі, әр жерде смета бойынша. Bir жерде 20 сантиметр, bir жерде 30 сантиметр. Оның үстіне 3 слой асфальт салынады. Кейбір жерде 2 слой. Мысалы 3 слой асфальттар бар, 12 сантиметр, 10 сантиметр, 5 сантиметр, сонда 27 сантиметр асфальт салынады. Кейбір жерлерде бар 10 сантиметр, 5 сантиметр асфальт салынады. Бірақ оның астында щебеночная песчаный цементный смесь. Цемент қосылған,
астында салынып кететін, сонда основанияға сондай бар, онда 2 слой асфальт кетеді. Сондай әртүрлі соның бәрін қосқан кезде бұл өте ауқымды үлкен жұмыстар бұл. Әрине. Бұл жұмысты бәрін істеу деген оны дайындау керек бірінші. Оны кейін оның бәрін тасу керек, оны салу керек. Оны кейін жаңағы асфальт заводтан асфальт шығару керек. Және ШПЦ-ста специальный оборудование бар. Содан шығарылу керек. Оның әрқайсы шыққанда тексеріп отырады. Оның сапасы болмаса, оны жолға рұқсат бермейді. Сондан көп жұмыстар атқарылады, оның бір көзге көрінбейді. Бұл біздің елде ғана осындай жұмыстар ма, жоқ әлемдік тәжірибе? Әлемдік тәжірибе. Бұны бір айтып кетейін деген, біз Астана-Щучинскіде жаңағы 5 учаскелер салынды. Сол 5 учаскенің 3-і қазақстандық компания. Бұл Кадорстрой, жаңағы АКМ, Ақмола құрылыс материалдары, және Казахдорстрой, Яйгор. 3 компания жаңағы салды қазақстандық. 2 компания Бенаказ иранский, Тадени итальянский компания салды. Содан бірінші біз бастадық. Қалай сол салады екен, олар қалай жұмыс жасайды екен деген. Одан кейін батыс Қытай салған кезде 2100 километрде негізінен шетелдік компаниялар, біздің Қазақстан компаниялар аз болды. Шетелдік үлкен компаниялар келіп жұмыс істеді. Соған бірақ субподрядта жұмыс істеп, біздің компаниялар үйренді, тәжірибе жинақтады. Қазір бізде, біздің Қазақстанда 10-15 үлкен компания бар. Өзімізді ауыз толтырып айта алатын, жұмыс жасай алатын, әлемдік деңгейде істей алатын мықты компаниялар бар.